Қарақалпақ халқының хаял қызларының тағыншағы білезік. Соңғы жылларда елімізде барлық тарауда жүргізіп атырылған кең көлемді реформалар қатарында жергілікті зергерлік тарауын тіклеу һәм рауажландыру бойынша ізбес әрекетлер әмелге асырылмақта. Әсіресе 2019 жылдың 18 май санесінде президентіміз тарапынан қабыл етілген Өзбекстан Республикасында зергерлік тарауын жедел рауажландыру үләждері хақындағы арнаулы парманы тараудағы жұмыстарды және де жетілдіруге бекем тикар болмақта. Халықтың қол өнерінің ішінде зергерлік өнері айрықша орын тұтады. Жазба һәм ауызша деректерге қарағанда, бұрын әрбір ауылдың зергері болып, олар өз ауылының қыз-келіншектері үшін, сондай-ақ қоңсы ауылдар ұшында бұйыртпа менен білезік, жүзік, хайкел, оңыр моншақ, шар түйме һәм тағы басқа да затлар соғатұғын болған. Зергерлік өнері халықтың басқа қол өнеріне қарағанда жүдә шеберлікті, шыдамлылықты талап ететұғын нәзік өнер болған. Сондықтан атақлы зергерлер өз перзенттерін, ямаса жақын ағайынлерінің балаларын ғана шәкіртлікке алған. Бір зергер бір ямаса бірнеше ауылды кәмелеп отырған. Оның қасында баласы яки шәкірті біраз уақыт жәрдемде болып, соңынан әкесінің ісін давам еткен. Ұстаз оған қасында отырғызып, іздегерлерін көрсеткен. Соң жеңіл желпі бөлеклерін соғуды тапсырған. Зергершілік бұйымының қалеген түрін өзінше істей алатұғын болғанына көзі жеткеннен соң, ұстаз шәкіртіне бірнеше адамның көзінше пәтия беретұғын болған. Бұның негізгі мәнісі шәкірт өзінше істеуге құлық алғаны. Хаял қызлардың безен озатларының бір түрі бұл қолға тағатұғын зергершілік бұйымы білезік. Білезік дүниядағы ең көп тарқалған жүдә ескі зергерлік бұйымы. Соның ішінде қарақалпақ білезіклерінің бірнеше түрлері болады. Олар баслы екі түрге бөлінеді. Біріншісі қаслы білезік. Ол қыз-келіншектер үшін, ал құйма білезік жасы 40-тан өткен хаяларымыз үшін. Қаслы білезіклер материалы сенің ұсылы, нақысы бойынша өңірге тағатұғын зергерлік затларға жүдә жақын. Ол күміс қаңылтырдан кепсерленіп ізденеді. Жүзінде бірнеше қаслар һәм алтын жалатқан нағыстар болады. Қос білезік деп аталатұғын түрінде қас екі қатар болады. Себебі ол соң шелі енлі екі білезікті қосып қойғандай. Қос білезікке 5 саусаққа қатар тағылатұғын жүзіклер шынжыр менен бекітілген. Қаслы білезіклердің жиегі күміс сымнан епсерлендіріліп, ерекленdirіліп нағызланады. Егер білезіктің қасы екі қатар болса, олардың арасынан да сымнан істелген нағыз өтеді. Кейбір қаслы білезіклерде қастың қапталарына құйма нағызлар істетіледі. Құйма білезік күмісті ертіп, қаліпке құю жолымен істенеді. Құйма білезіктің нағызлы шетлері ерекленген, әр жерінде ноқаты бар. Бір тұтас өсімлік секілі болады. Білезік арнаулы қаліпке құйылған материалды отқа қыздырып қаліпке құйып шымлап істейді. Зергер 5 жұп білезікті бірден даярлайды. Ұста қаліптен шыққан материалды пеште қып-қызыл болғанша қыздырып, қысқышпенен алады. Керегінше ұзайту үшін шымлайды. Кейіннен әр бір скобаны шлифовкалайды. Дедір-бұдырын секіреді. Һәм мақұл көрген нағысын ойып салады. Кейін білезікті құм менен ысқалап жылтыратады. Бұндан басқа арнаулы қаліпке құйылған құйма білезікте кеңінен белгілі. Ұсталардың көбісі білезікті күміс пластинкалардан қиып істейді. Екінші біреулері оны күміс дөңгелек сымнан бір-біріне жабыстырып істейді. Ал үшінші біреулері болса, білезікті бірнеше бөлектен істейді. Оларға хасыл-таслар қондырады. Сондай-ақ әр қилы реңді шешелер кигізеді. Осындай ұсулар менен қарақалпақ зергерлері әр қилы білезіклер істейді. Олардың бірі құйма білезік. Ол мыстан істенеді. Нағызлар ойылып, хасыл-тастан 8-12 көз қойылады. Осындай білезікті әдетте тұрмысқа шыққан қызлар қолына салады. Қызлар тағатұғын білезік жіңішке етіп істенеді.
Ушундай билезикти кызлар 12 жасынан турмушка чыкканча тагады. Зергерлик өнери халктын айымгы дәстүрлерин саклап келген һәм өлкөнүн барлык жерлеринде кең таралган кәсип. Олардың ең айымлері сол халықтың дәслепкі мәдениетінің сағаларын көрсетеді. Сондықтан зергерлік бұйымлары тарих белгілерінің сырларын ашушы, теңі тайы жоқ мирас болып есептеледі. Міне, бұл мультимедианы жаратуда Қарақалпақстан Республикасы Мәлімдеме кітапхана Урайы фондындағы әдебиетлардан пайдаланылды. Бұл мультимедиамыз өлкетану секторы һәм мағлумат технология бөлімі қанегелер тараптан даярланды.